жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап әнім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап тасыдым, қайда жүрсің сен? Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап әнім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап тасыдым, қайда жүрсің сен? Сәлем достар, бүгін мен сіздерге до мажор тобының орындауындағы, ал қазіргі таңда Нұрболат Абдуллин орындауындағы ғашығым әніне разбор көрсетпекшімін. Ән аккордтары өте оңай. Куплетінде кездесетін аккордтарға келетін болсақ, олар АМ аккорды, ДМ аккорды, G және Е, сосын С аккорды бар. Сіздерге әуелі бірінші шумағын ойнап көрсетейін. Көлбейнен мен сенің көз алмадым, арай бағым, түнде түсте күндіз өзің жайлы көп ойладым, жас дидарын шайнаған, көзіңнен нұр таймаған, жайнаушы еді өзіңмен, гүлге толы айналам, бар тілегім жүрегім, сен деп қана ойланам, алтын арай танымда, бақытымсың бағымда, жанымның бар бақыты, болшы мәңгі жанымда менің. Ең алғашқы екі жолында тек қана 4 аккордты ойнайсыздар, олар АМ, ДМ, G және Е аккордын. Ең алғашқы екі жолында ғана бір-бір реттен ғана ойнайсыздар. Мысалы, былай болады. Көлбейнен мен сенің көз алмадым, арай бағым, түнде түсте күндіз өзің жайлы көп ойладым. Содан кейін соң ғана жас дидарын жайнаған деген үшінші жолынан бастап ДМ, G, С және АМ аккордын ойнайсыздар. Жас дидарын жайнаған, көзімнен нұр таймаған, жайнаушы еді өзіңмен, гүлге толы айналам, бар тілегім жүрегім, сен деп қана ойланам, алтын арай танымда, бақытымсың бағымда. Ең соңында тек 3 аккорд ДМ, Е және АМ аккорды. Жанымның бар бақыты, болшы мәңгі жанымда менің. Енді осыдан кейін бірден қайырмасындағы аккордтармен танысайық. Тура сол аккордтар тек кезектер ауысады. Ол жерде яғни АМ аккордынан бастайсыз, жаңағы куплеттен кейін ауыспай бірден, бірақ оны әртүрлі бастауға болады. Өзіңіз тек қана деп қана ұрып бастасаңыз болады. Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым деген сияқты, немесе бірден кәдімгідей қағыспен ұрып та бастауға болады. Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап әнім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап тасыдым, қайда жүрсің сен? Бұл жерде міне басында АМ, ДМ, G. Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын С. Аралап әнім асылым, өзіңді ойлап
неге ауысасың, қайда жүрсің сен? Екі рет қайталағанда да тура осылай болады, ешқандай аккордтар ауыспайды. Ал енді қағысына, бойына келетін болсақ, бұндағы бой мен слухпен құрастырдым, нақты атын білмеймін, бірақ шатаспасам шестерка заглушка деп атау керек. Көрсетейін. Екі төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен, жоғары. Тағы да көрсетем. Екі төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен, жоғары. Көп жерде осы жүреді, тек қана екі жерде өзгешелік бар. Ең басында гүлбейненнен деген жерінде, ең алғашқы шумағында тек қана 4 қана қағыс жүреді, яғни четверка дейді ғой. Екі төмен, жоғары, заглушка, жоғары. Гүлбейненнен деген жерде ғана қолданасыздар. Яғни былай болады. Дейсізде бірден ДМ-ға ауысып кетесіздер, қалған жаңа шестерканы ойнай бересіздер. Сенің көз алмадым, арай бағым. Осы жерде де міне Еге келген кезде Е аккордында тағы да екі қағыс қосасыздар. Мен мына жерге барлық сызбасын бәрін қазір үстіне көрсетіп кетемін. Яғни айттық, басында тек қана 4 қағыстан бастайсыз. Гүлбейненнен дейсіз. Одан кейін 6. Сенің Ж-ға көз алмадым, Е арай бағым. Яғни жаңа шестеркаға тағы да төмен жоғары екі қағыс қосасыз. Қайырмасына келген кезде, егер сіз жүрегімді деген жерін тек қана былай жүрегімді шаралап кеттің ғашығым деп ойнағыңыз келсе, онда ешқандай өзгешелік болмайды. Ал егер сіз айым аккордын бірден боймен бастағыңыз келсе, бұл көбіне қайырмасын екінші рет қайталаған жерде ыңғайлы болады. Сол жерде тура осы шестерка қағысы, бірақ оған тағы да екі төмен бір жоғары қағыс қосылады. Яғни жүрегімді дейсіз міне, жүрегімді. Содан кейін бар ДМ-ға жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап әнім асылым деп кете бересіз. Қайырмасында әр қағыс екі реттен орындалады. Яғни жаңа шестерканы екі реттен ойнайсыздар. Ал куплетте тек қана бір реттен ғана ойнап отырасыздар. Разбор сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер кейбір жайттар сіздерге түсініксіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар, мен жауап беремін. Тағы да басқа әндерге разбор керек болса, сол комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып, каналға жазылып кетсеңіздер қуанып қаламын.